ладно, енді мен ештемені істеп отырған жоқпын. Просто істеген тірліктері как-то қыздық сияқты ма деп ойлап қалам. Бір қатын құсап действовать ететіндер ұнамайды. Әке-шешесінің айтқандары, жарайды, әкесі үндемейді ғой негізінде. Мамасының тілі, әпкесінің тілі, тағы кім, барлығының тілдері 2 метрда кәдімгідей сүйектен өткізіп айтады. Адамның тілі сүйектен өткеннен кейін уже бітті ғой, ол уже саған тұрып жетесіңе жетіп быт-шытыңды шығарып тұрып айтатын болса, сен де білмеймін даже өзіңе не істейтініңді. Быт-шытың болады ғой, енді жаман болып қаласың ғой, сол сияқты нәрсе ғой. Тілге ие болу керек адам. Соншалықты жаңағыдай сондай дәрежеге жететін болсақ, маған олардың да отбасылар 5 деген болды ғой негізінде. Мен бірақ сол үйде жүрдім, көп жүрмедім, мен айта берейін, бірақ барып жүрдім, жағдайларын жасап жүрдім, көңілдерін тауып жүрдім. Бір рет ұрысып қалғанымыз болады, иә. Ол кезде маған тұрып, не істеп отырсың, егер настроение болмаса ана жерден құрып кет бар деген мамасы болатын. Сол кезде мен қатты неметкем, срываться еткем. Мен ештеме деген жоқпын ғой, сіздерге неге мен өйтіп айтасыздар, онда өздеріңіз отыра беріңіз деп мен шығып кеткен болатын. И то сол күні маған Набат реклама бермеді деп алайып, маған неше түрлі нәрсені айтып, типа енді в общем, біраз нәрсе болды да. Блядь, мен адамдардың надандығына до того жыным ұстайды ше. Ешқайсысын көргім келіп тұрған жоқ, мүлдем құрыңдаршы, мүлдем заебал. Сондағысы өздерінің қалталарынан ақша шығарғысы келмейді. Үйреніп алған ғой енді Набат бір нәрсе дегенге. Маған береді, шүкір Аллаға. Просто сол кезде маған ответ жазбай қалды да маған. Оказывается, оларда определенный, например, количествода блогерлар бар екен да, енді барып сөйтіп не істейтін. Сөйтіп быт-шыт сонда біз өзімізден ақша шығарамыз ба, онда аз нәрсе ала салайық деп маған бүйтіп қарап. Білем да енді, может ақша алып шықпаған шығар, может тағы нәрсе болған шығар, бір нәрселер. Бірақ сол кездегі ситуация, қазіргі кезде мен қарап отырсам, адамның да того андай жадныйлық екен да. Мен де отырдым, өзім біртүрлі болып қалдым, мен сообщениемен ответ қайтармаған кезде. Түсінтір, мен не істейміз? Мен быт-шыт истерика болған, сол кезде жылап, температурам көтеріліп тұрған, негіз таңертең бері бармай қойыншы деп ойлағам, негіз сол жиынға кешкісін. Өйткені не болды? Таңертең бері менде өшім не болған? Температурам көтеріліп, настроение болмай жүр. Даже Фараға сөйлеуге уақытым болып жүрген жоқ. Быт-шыт болып жүрген кезімде. Енді отырым ғой, мен қабағым түйілі. Енді қатты түйілі демеймін. Өзім бетіме шығып тұрады, өшім эмоциям барлығы, настроением. Сөйтіп отыр едім. Бір кезде телефонды бүйтіп айналдырып қоям, мен андай тақтай сол болатын болса, айналдырып бүйтіп тық еткізіп қоя салғанда. Немене лақтырып отырсың бүкілін? Настроением болмаса бізге құртудың қажеті жоқ. Бар құрып кет мына жерден деп маған сөйтіп сөйлейді ғой. Мен ешкімге ештеме деп айтқан жоқпын. Мен түсініп отырмын да, мен онша емес болып отырғанмын. Бірақ Фархат қайтан десем, ол отмазка сияқты болатын нәрсе болды да. Сонымен қойшы деген болатын мен. Если на то пошло, кімнің кімге қанша ақша кететіні барлығы нетсейтін болса, онда менің де сол жаққа берген үлесімді, онда подаркілерді қайтып алатын болса соның барлығын маған ақшасын қайтарып берсін, өндіріп берсін барлығын. Сол сияқты нәрсе ғой. Адам на совесть кетем десе, совестьтан атап кетем десем, мен сондай болушы едім да, бірақ мен ондай емеспін. Маған бәрібір садақа барлығына мүмкін сол кезде көңілімен берген шығармын, адамның көңілі деп. Бірақ адамның көңілі дегенді олар ойламайды. Татарлығын істейді деп бекер айтпайды екен негізінде Әбден көңілім қалды, мен қатты нервім ойнап отыр. Бірақ рахмет айтам, мені құтқарып қалыпты ғой. И мен үшін дұға жасапты, типа сөйтіп, короче, менің теріс айналып кетіпті бұл кісі. В общем, сондай біртүрлі кісі екен. Достар, білесіздер, мен всегда сіздермен айтып отыратын боламын. Сол себепті тағы да айтып өтейін, бүгін 21 февраль. Қатты болып тұр деген жағыз. Иә, қатты болып тұр. Жағыз бүгін. Уже қорқып
қарап тұрмын. Олай істемей қойсам болмайды ма? Болмайды. Бүйтсем жолда ара кірмейді. Все нормально. Аккуратно істе. Аккуратно, хорошо. Самасам ондайға тратышын емес қойды. Понедельникке дейін ешнәрсе істемеймін ба сонда? Енді ертеңдері можно бір хотя бы Вишневский ма? Или левомиколь ма? левомиколь пока керек емес. Хлоргексидин деген растворы бар. Бараға хлоргексидин. Вот сонымен қойып қойыңыз. 250 кішкентай дозировка азырақ, 500 миллиграммдық ішсеңіз, таблетка 2 раза хотя бы. Ага, давайте, сау болыңыз, давайте, до понедельника. Хорошо. Үйге келіп, заттардың барлығын жинауға жаңа аладорбалар сатып алдым. Китайский сумка всегда выручает деп. Қазір енді біраз заттарды бүгін алып кететін боламыз. Газель жолдақ қойдым. Бұйырсам, сағат 4-те келеді. Бізде 2 сағат уақыт бар. Үйдегі заттардың барлығын жинап алуға. Негізі кеше мен жинап алу керек едім түнде келіп. Бірақ түнде менде встреча болды по работе. Ары қарай қатты ауырдым мен кеше, сонымен үйге барып жатып қалдым. Қазір заттарды жинаймыз. Бүгін өте күшті күн, бұйырса. Нарықта қарасы. Нарықта барлығы новый заттар менде алынып қойған. Көп заттар бар. Мына тұрғанына барлығы. Мына жақтың барлығы вообще ужас. Нарықта енді айта алмаймын, енді қалай шашылған. Бұл жаққа келмегеніме өте көп болды менің. Мына қарасаңыздар, бұл жақ не отыр? Склад. Сол үшін бұл үйде тұрып жатқан жоқ, балаға жүретін жер жоқ, үйге ештеңе сыймайды. Еще мен көп новый заттар алып тастағам, оның барлығын енді сыйдыру мүмкін емес. Сол үшін қазір коробкада тұрған коробкадағыдай алып кетеміз. А былай алып кетеміз ғой, короче. Қазандарды алып кетейін деп тұрмын, потому что қазандарымның барлығы новый, күшті, идеальный. Бұларды мен точно тастамаймын. Барлығы набор, тем более. Бұларымды алып кетемін, потому что ет асқанға бұл күшті. Мамам пайдап кеткен бұларды. Менің кастрюляларым тоже новый, барлығы. Мынандайлар алғам ғой. Таки қолданбағам, осылар қолданайын деп тұрмын. Дастархан бетінен тарелкалардың астына. Мынандайға завтра алып келесің ғой. Памперсқа дейін запаспен алып қойғам ғой. Мен балама памперс, тамағы, смесін барлығын запаспен аламын всегда. 1 айға жететін, 2-3 айға жететін болып алып тастаймын, чтобы вообще не было проблем. Ана мамамдардың үйіне де толтырып алып қойғам. Мына жақта да бар запаспен. В общем, шүкір Алла, мен ана ертеңімді ойлап жүретін адамның басында. Еще кішкентай кезінен бастап үлкен размерлармен дейін алып тастағам ғой. Дед Мороз алғам, елканың қасына қоям деп қараңыздар. Әдемі, иә. Күшті автокресло алғам, иә, қараңыздар. Баламнан аяғамды кепчесін деп ала береміз ғой, құрсын. Так, осындай әдемі күнде көшіп бара жатырмыз. Барлық затты әрине алған жоқпын.